Саламатсыз бабай, менің өзім зерттеу жұмыстарына байланысты сізге сұрақтарым бар еді. Менің сұрағым сізге, сіздің ойыңызша қазіргі әйелдер мен бұрынғы әйелдердің тәрбиелеу тәсілдерінде қандай айырмашылық бар? Қазіргі, бұрынғы мен қазіргінің айырмашылығы жермен көктей. Бұрынғы аналарымыз, әжелеріміз балаларды ең бірінші бесік жырымен, одан кейін ертегі, енді тәрбие ғой соның бәрі. Бесік жырынан басталған ең бірінші неше түрлі керемет бесік жырлар болған. Одан ертегі айтады, ертегінің өзі де үлкен тәрбие. Қазіргі аналарды салыстырсам, қазіргі балаларды аналар ешқандай тәрбиелемейді, былайша айтқанда. Телефон тәрбиелеп отыр. Телефонда TikTok, Instagram, ең ар жағы, кішкене өздерің сияқты қыздар бір нәрсе пісіретін болса, телефоннан көреді, Instagram, YouTube-тан көреді да пісіріп ала береді. Енді сол жермен көктей, бұрынғы тәрбие мен қазір тәрбиенің арасы. Менің ойым осылай, өзімнің түсінігімде.